Сәлем қыздар, сіздермен керемет болып шығатын пирог жасаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды міне ыдысымызға салып алдым. Қыздар, енді оны жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей. Жақсылап араласты дегеннен қыздар, міне қант саламыз. Мен көз мөлшерімен салдым. 4 ас қасық құмшекер салсаңыздар жетеді. Мінекей жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, қантымыз ерігенше араластырамыз. Мінекей қыздар. Енді қыздар, дәл осының үстінен қопсытқышымызды салып жақсылап араластырамыз. Егер сіздердің үйлеріңізде қопсытқыш болмаса, чайник сода болады, соны араластырсаңыздар болады. Мінекей жарты шай қасық ванилин салдым. Жақсылап араластырамыз. Енді мынау менде алманың тосабы қыздар. Егер үйде тосабы болмаса, қазір жаз мезгілі алманың өзін турап салсаңыздар болады. Мінекей қыздар, жарты пиалай май құйдым. Енді бір кесе сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес қыздар. Мінекей жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Міне бөліп араластырамыз қыздар. Барлығын бірден салуға болмайды. Жақсылап араласу керек. Мінекей. Міне қыздар. Міне дәл осындай қою болу керек қыздар. Қатты сұйық болса, пирогымыз ұқсамай қалады. Міне қараңыздар қыздар. Енді міне кез келген қалыпқа салып пісіріп аласыздар қыздар. Қалыбымызды кішкене майлап алдық. Енді салып міне бүйтіп ұрғылаймыз кішкене. Жан-жағын бәрі орнына түсу үшін. Енді 35-40 минутқа пешімізге салып пісіреміз. Мінекей қыздар, дайын. Енді сахарный пудра себеміз үстіне. Міне қыздар, осындай керемет болып шығатын пирог. Үйде бар заттармен істесеңіздер, міне күшті керемет болып шығады қыздар. Міне қараңыздар қыздар. Өте дәмді. Міне қараңыз. Мен ыстықтай кестім қыздар, ыстықтай